Сәлем достар, мен бүгін сіздерге қуырдақ жасаймын. Бізге керегі ет, картоп, сәбіз және пияз. Бұл бүйрек. Мен бүйректі үстіп турап мұздай суға 4-5 рет жуып алдым. Мен суға салып қоямын. Иісі жаман, иіс кету үшін негізі салып қойған дұрыс мен ойымша. Және де жүрек. Жүрекпен көп бауыр бар ішінде бұның. Бұны да 3-4 рет жуып, мұздай суға салып қойдым. Және бүгін айта кететін, қазанға майда өзінің майын шыжғатып жатырмын. Түсіретін адам болмаған соң мен барлығын турап дайындап қойдым. Біздің майымыз қызып қалды уже. Өзінің ішіндегі іш майы мен кәдімгі құйрық майларын үстіп турап қызып тұрған қазанға салсаңыздар, өзі үстіп осындай май шығады. Өзінің туралған майлары майда қара түйіршік болады. Ол кезде уже майымыз қызып дайын болған деген сөз. Енді бастаймыз. Бірінші етімізді саламыз. Немесе әркімде әрқалай. Бірінші пиязды қуырып алады, кейін етті қуырады, сосын ет бұқтырамыз. Әбден қуырған соң піскенше. Біздің майымыз дайын, және бұл май үстіп атылатыны бар шыжғыған кезде, сол үшін қасыңызда жерлерге үстіп майлық немесе жаңағы газет төсеп тастаңыздар болады. Шашырайды да май сонда. Енді мына немізді саламыз, етімізді. Менікі түйенің еті. Әркімде ет әрқалай піседі. Әрқалай піскенде қалай, біреуінде сан еті болады, біреуінде жаңағы жауырын деген сияқты сан еттер ұзақ піседі, сондықтан оны көбірек бұқтыру керек болады. Қалған жұмсақ еттері бар. Сондықтан етті піскеніне қарай қуырамыз, бұқтырамыз. Неке достар, мен бүйрегім мен жүрегімді қостым жаңа қуырылып жатқан етке. Енді осының бәрін бір араластырып, кішкене тұз салып бұқтырамыз піскенше. Бұқтыруын бір піскеніне бір 20 минут қалған кезде картоп, сәбіз, пияз бәрін қосып, картоптың піскенінше бұқтырамыз. Ал кеттік. Неке достар, мен картопты, сәбізді, сосын пиязды салдым. Енді жақсылап барлығын араластырам. Сосын бәрін бұқтырам. Бір кетіп, су қосқаным жоқ. Өзінің майы, өзінің суы шықты. Кеттік енді. Неке достар, біздің қуырдағымыз пісті. Енді ашамыз. Бір араластырып, уже сала берсек болады. Сосын бетіне пияз сеуіп дастарханға ұсынамыз. Біздікілердің уже қарны ашты. Мен тамақты салып қояйын уже. Қуырдаққа лавр жапырағын қоссаңыздар болады, дәмі сәл өзгереді. Әркім өзінің қалауынша тұз, бұрыш қосады. Мен кішкене бұрыш қостым, қара бұрыш, қызыл бұрыш қоссаңыздар болады. Приправа бар, қуырдаққа арналған, сондай қоссаңыздар болады. Әркім өзінің қалауында. Біздің үйдегілер осындай. Бұл кеше сойылған еттен болғандықтан мен онда ештеңе қоспадым. Бәрі өзінің дәмі, өзінің несі, витамин өзінде қалады. Неке. Бетіне пияз себеміз де. Ал астарыңыз дәмді болсын.